Армысыздар ардақты ағайын. Біз бүгін шөбі шүйгін көкмайса құраға, су мөлдір сылдырлаған бұлаға, нағыз жұмақ мекен, қаншама ел қызығатын асы жайлауындамыз. Алтынбек көке, мінекей ана жақсы қонақ келсе қой егіз табады дейді. Сіз ас жайлауының мінекей дәл төрінде жүрген кезде мына кішкентай ғана біздің балапанымыздың ата-анасы ырым қып алтын көкемде елге сыйлы азамат болсыншы деп осы тұсаукесер рәсім жасатып алайық деп жатыр. Мінекей бұның өзі қарасаңыз жаңа көк шөп, көгеріп өссін жетсін деп тіпті тоғыз сүйек бар екен. Берге кілемнің кезеті жоқ. Мынаның бәрі кілем, ана гүлді қарашы өсіп тұрған. Еңлік гүл өсіп тұр. Ал, бисмиллахиррахманиррахим. Ал, қаз балам, қадамыңды жаз балам, құсауыңды кесейін, күрмеуіңді шешейін. Қаз балам, жүре ғой. Ай, жүгірді. Шашу қайда. Ай, үлкен азамат болсын. Асулардан аса бер. Алтынбек көке, мінекей әлгі дәм айдаса қалмас, ажал айдаса бармас дейді. Дәм бұйыртты. Сізбен біз бүгін күні елдің айтқан кезде аузын суы құратын қазақтың нағыз мықты жайлауларының бірі асы жайлауында отырмыз. Алғашқы өзіңізге деген сұрақ. Құдайға шүкір, бүгін күні қазақтың алтынбегін елдің барлығы құрметтейді. Атақ бар, абырой бар, даңқ бар. Бұның барлығы өзіңіздің жасаған таза еңбегіңізден Құдайдың бұйыртқаны. Балашаға жаныңызда, дәулетіңізде бар. Неге дәулетті, даңқты Алтынбек өзінің демалыс күндерін шетелде өткізбей, аңсары тек қана қазақтың жайлауын алып тұрады? Оның сыры неде аға? Бұл енді біздің ата-бабамыз соны сақ дәуірінен бері қарасақ, біз ат үстінде жүрген адамбыз. Біз енді мына тұрақтанбағанбыз. Тұрақты қазақ осы кейінгі 100 жылда болған шығар деп ойлаймын. Мен өзім жайлауда туыппын. Қысты күні кәдімгі қақаған жайлауда, онда үйде жоқ. Кәдімгі осындай қазақ үйдің ішінде тусам керек. Соның күйінде шығар ауылда кішкентайым алып бақтым мен. Әкем ілесіп, жаңағаларым ілесіп, ол жайлауда мына мамыр айында сабақ бітеді ғой. Сонда 3 ай бойы сол жайлауға кетеді. Біздің жайлауда тұр осы сияқты. Аспара жайлауы дейді. Арғы Сусамыр деген жайлауға шейін баратымыз. Сусамыр жайлауы негізі қазақтың жері болған кезінде. Сол жайлауға шейін барып, жалаң аяқ жалаң бас, ердіміз жалақ болып, жаңағы әкемізден айтқаннан шықпай қой бағатымыз. Соның көйінде шығар мен жайлауы жақсы көремін. Енді бұның арты не керек еді? Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп жатады ғой. Сол домбыраны сол жайлауда шерткен қандай жақсы керемет. Мысалы сенің енді туған жерің мен енді Нарынқолды жақсы көрем. Нарынқолдың жаңағы Мұқағали ағам сол жерде өзінің жаңағы Шәлкөде жайлауында талай өлеңдерін жазған. Сол Шәлкөдеге мен 30 жыл бойы қатар бардым. 90 жылдар бастаған. Сөйерде достарым бар, малшы. Бәрі таниды мені. Сөйерге осы мінекей маусым шілде айларында барам. Маған есік ашық барлық жерде. Құдайға шүкір. Қымыз ішіп, жаңағы бағлан қозының етін жеп, соның күйінде шығар, мен жайлау десе аңсап тұрам. Жаңа тау баласы тау қора өседі дейді ғой, сен де таудың баласысың ғой, мен сияқты. Бағана әзілдеп отқаным сол. Тау баласы тау қора өседі, тау түсінетін
Нұрлан Албан мен Алтынбек Қоразбаев деп айттым мен. Сол айтпақшы, тау десе, жайлау десе делебім қозып тұрып, мынау асы жайлау, мынау үш бұлақтың бір бұлағы, үш бұлақ дейді. Мынаның арғы тік өскен жерін үш бұлақ. Бұлақ үшке айырылып кетеді. Мынау соның кішкентай бұлағы. Бұның артына керек. Таза бұлаған ерден еңкейіп жата қалып су ішуге болады. Мына жердің қымызын балдай, жаңа қойдың сүті, қойдың сармайы шырғын қандай керемет. Оның артына керек. Соның күйінде жақсы көремін мен жайлауды. Мен бармаған жайлау жоқ шығар. Қазақтың жайлауының бәрінде болдым мен. Бәрінде болдым. Менің де қоятын сұрағымды өзіңіз дәл тауып отырсыз. Алтынбек Қоразбаев бармаған қазақтың жеріндегі жайлау бар ма? Бар болса, ол қай жерге қолыңыз жетпей жүр? Енді қазақтың жайлауының барлық жерінде болдым. Енді шынын айту керек, енді сонау Ұлытау өңірінде де болғаным бар, өрді бірақ жата жатып 10-15 жатқан жоқпын, соғып кеткенім бар. Баянауыл өлкесінде мен жиендарым бар. Ол жерде де болдым 10 шақты күн, осыдан бір 20 жылдай бұрын ғой деймін. Ол жерге Мейірбекті алып бар, менің анау әкем мен бала деген ән бар ғой, сен жақсы көретін. Бәлә дейді. Сол Баянауылда шыққан сол ән. Ал енді Қырғыздың жайлауында да мен бармаған жер жоқ. Қырғыздың жаңағы сонау Нарының жайлауы дейді. Оның кейін Таластың жайлауы. Жетеугіз деген жайлауға 4 жыл қатарынан бардым. Былтырда баруым керек еді. Өкінішке орай мынау індетке байланысты бара алмай қалдым. Сол айтқанда жайлаудың жайын сұрасаң менен сұра бала. Енді маға Алтын көке айтыңызшы. Сіз шетелге көп шығасыз ба? Шетелге барамын енді. Қазір енді мен бала шағаларым, немерелерім үлкейіп келатыр, өсіп келатыр. Шетелге көп барамын. Мысалы, осыдан 2 жыл бұрын болдым. Мысалы, Қытайда, Хайнянда болдым. Ол кезде мынау ауру деген дерт жоқ болатын. Оның кейін мынау Анталия деген мынау бүткіл әлем даусына қаратты ғой, өздерінің жаңағы тәжірибелігі менен, өздерінің жаңа сервизеріменен әлем даусына қаратты. Оған бармас қылаж жоқ. Енді өзімнің достарыммен, құрбыларыммен, енді бала шағаммен деп айтайын, ол жерде мен 8-9 рет болдым. Ол жер маған өте ұнайды. Кейінгі бір 2 жылда барған жоқпын, шынын айтайын. Ол жақ көп бардым. Мына Египетке бардым 2-3 рет. Басқа қай жер дейсің енді сол? Ал енді шетел көрген адам үшін салыстырмалы түрде алсақ, Құдайға шүкір біз Құдайдың берген қазынасының барлығына тәубешіл халықпыз ғой. Біздің неміз артық? Өйткені көптеген елдің аңсары шетелге ауады, ал соның аңсары ауып тұрған шетелден біздің неміз артық? Бізді білдіреді мына ақпарат құрал жабдықтар ғой. Мына кішкентай бала көзін аша салып, мен қазір телефонға телміреді, телевизорға орысша, жаңа телевизорда мысалы Алматыдан тарелка деген бәле бар, 200-300 канал бар. Соның көп болса 2-3% қазақша, басқаның бәрі орыс тілінде. Соған телміргеннен кейін солардың менталитетін, солардың әдет-ғұрпын жайлап үйрене бастайды. Әрине. Ал енді біз енді жасымыз асып кетті, талай жерге барып қалдық қой. Мысалы, мен өзімнің концерттерімде, көп әңгімелерімде айтамын. Мен кішкентай ғана Қызылсай деген ауылымды, біздің ауылда бір орыс та жоқ. 70-ақ үйлі ауыл. Кішкентай Қызылсай деген ауылды мен Мәскеуге де, Парижге де айырбастамаймын деп айтамын. Өзді солай. Алтын көке жаңа айтып кеттік қой. Құдайға шүкір таза сол Шопанның баласы кезінде жайлаудан нәр алып, әлі күнге дейін жайлауға ғашық Алтынбек көкеміз, Құдайға шүкір қазір осы таза еңбектің арқасында халықтың мерейіне бөленіп, даңқ десе даңқ бар. Жүрген жеріңізде сіздің алдыңызға шығып, сәлем беріп, шапаныңызды кигізіп жататын ел жұртымыз, қазағымыз аман болсын әрқашан. Дегенмен де аға, сол атақты, даңқты Алтынбек осы жасқа жеткенде, өткен өмірін есін алған кезде, не нәрсеге болсын өкінетін сәті бар ма? Енді өкінішсіз болмайды ғой. Әр адам өкінішпен күн көреді, арманмен күн көреді. Енді өкінішсіз де өткен уақыттар көп енді, өкінішпен енді. Оның әр жылы әртүрлі себептермен қойса. Кейбірде бір өзіңнің бір ойлаған ойыңды түбіне шейін жеткізе алмайсың. Кейбірде бір үлкен ақылды ақсақалдардың айтқанын орындай алмай қаласың. Кейбірде бір селт басып қаласың, оңға қарай, солға қарай. Енді өкініш деген бар еді, өкініштің бәрінен айта берудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Мына гүл жайнаған заман қазір, Құдайға тәубе, 30 жыл мінекей өзіміз егеменділігімізді алып, алдымыз артымызда қарап, мінекей халқымыз деген өз еркінде қазір. Байғада керек болса дүкенде осыдан 40 жыл бұрын мен 3 баламды енді сүт
айранмен асырадым ғой кішкентай кезінде, аурушаң болды, сүт аз болды, жеткіліксіз. Сонда дүкенде сүт болмайтын, май болмайтын, айран болмайтын. Ал қазір бәрібір ғой, Құдайға шүкір. Қазір еңбек еткен адамға қарны ашатын ешкім жоқ қазір, Құдайға шүкір. Сол өкініш, сол Совет үкіметінің заманында біздің жаңағы соларға байланып қалғанымыз үлкен өкінішті енді, үлкен өкінішті. Бұл енді әлемдік біздің қазақтың кәдімгі біздің қазақ еліміздің өкініші. Әттең өзімізде, билік өзімізде барлығы болғанда осыдан 100 жыл бұрын әттең бұндай болмас па еді, Құдай білсін. Енді біреуге орыстарға байланып та қалдық қой. Соларға тәуелді болып қалдық. Ал енді өзіміздің тәуелсіз еліміз қазір барлығына Құдайға шүкір. Жұмыс істеймін деген адам, жұмыс істеген адам, қарны ашып жатқан ешкім жоқ қазір. Сол сияқты енді өкініш дегенде көп өтіп кетті. Бұнда елдің ақсақалы, ел ағасы болдыңыз. Біздің сүйікті әліңге дейін алтын көкемізсіз. Теледидардан болсын, өмірде болсын көрген кезде қарапайым біздің ел жұрт айтады, Алтекеңде арман жоқ шығар деп. Бірақ та осы жасқа келгенде Алтекеңде болашаққа қойған мақсаты қандай, арманы қандай? Енді армансыз адам, адам емес қой ол. Арман деген күнделікті өмірдің өзі арман. Мысалы, бір анекдот қысап айтайын, мінекей, мына жайлаудың төрінде отырмыз. Мынау Мұқағали ағамыз айтпақшы, қасқа бұлақ тастан құлап, мінекей, асып ағып жатыр. Мына не деген ауа, не деген мынау табиғат. Бір Сауд Арабиясына бір қазақтан сұрапты. Бір қазақ молдадан сұрайды ғой. Молдеке, бұл пейіш деген не деп сөйтті? Сөз Молдекең жаңағы аудармашы арқылы айтып жатыр дейді. Пейіш деген таза ауа болса шіркін, пейіш деген көктемде гүл шықса құлпырып, алмағаштар гүлдесе, өріктер гүлдесе, ол өрік түйін саса, өнген мұнан бөлдіріп, суаға батса, сол суды тап-таза жаңағы кесемен алып ішіп отырсаң, десе, Молдеке, біз сүйірден келдік қой деп айтады. Сүйіс албандар екен сен сияқты. Рахмет аға, еңсемді көтеріп жатасыз. Сол айтқанда пейіштің төрінде отырмыз екенбіз қазір. Міне бұның не керек? Құдайға шүкір. Осы жердің мен енді талай азаматтарды танимын, фермер жігіттерді танимын. Олар мен келгенде қуанады. Мен ешқайсының артығасын жек бітпеймін. Мен қайт олардың ән айтып, әңгімемді айтып, домбырамды шертіп қуандырып кетем. Білдің бе? Менің әнім бар, сенің ауылыңда шыққан. Мөлдірді мөлдір бұлағың, сыбдырда сыбдыр құрағың. Гүмбірде гүмбір домбыра, жайлауың шырағым деп сенің бір әпкелеріңе таныстырғам соны. Білесің ба? Бәрекелді. Сол әнге мен дәл осы сәтте бір құда түскім келеді. Енді айттым ғой, мен әнімді сатпаймын, Нұрлан. Мен талай айтқам, әнін сатқан, ішіндегі баласын сатқан мен бірдей. Айтам десең, менің айландарға 70 әнім бар, бәрін айт жетінен. Кім айтам десе берем. Тегін беріп өзім көмектесем, клип жасауған әтпесе. Құрметті. Елдер әнін сатады екен, мен сатпаймын шу. Құрметті көрермен, шынымен де сабақты ине сәтімен дейді. Дәл қазір осы бір алтын көкемнің айтып жатқан біздің елде туған тамаша әні болашақта менің репертуарымнан көріп жатсаңыз, тек қана маған тілеулес болыңыз, қол шапалақтаңыз, құрмет көрсетіңіз. Алтын көке, қасиетті қара домбыра өмір бойы жан серігіңіз болып келе жатыр. Қаншама әндер, қаншама жырлар шықты. Бағана ғана өзіңіз бір сөзіңізде жолда келе жатқанда айтып қалдыңыз. Негізінде мен ақын емеспін, бірақ та шығып жатқан осы шығармалардың енді 100% композитор Алтынбек Қоразбаев деп хабарланса, бірақ енді текстовик деп жатамыз, не болмаса ақындардың өзінде, соның ішінде менің үлкен үлесім бар дедіңіз. Соны бір тарқатып олайыншы. Қай ақыннан сұрасаң да айтады. Мысалы, марқұм енді дүниелік болып кетті, Әбдірахман ағам айтатын. Қоразбаев қан жазу оңай дейтін жаңағы. 50% өзі жазып береді, 50% біз жазамыз дейтін. Шынымен де солай ма? Өзі де солай. Қазірге мысалы, мына Серік Тұрғынбектен сұра. Серік Тұрғынбектен жаңағы сенің ауылыңа арналған жайлауда әнінің өзі шумақ. Шумағында Серік жазған. Ал шумақ қайырмасы бар. Үшеуі де менікі. Бұны кім айтқаны, кім бұған баға бергенін айтайын. Жаңағы мөлдірде мөлдір бұлағың, сыбдырда сыбдыр сұрағың, гүмбірде гүмбір домбыра, жайлауың осы шырағым дедік қой. Екінші, желбірде желбір тұлымың, желіге байлап құлынын. Қос өрім ерке бұрымың, жайлауыңа сұлуым. Төрт түлік малың өрісте, жайлауың биік келіскен. Кем емес ешбір пейіштен, жайлауыңыз періштен. Шуды менікі. Осыны Қадыр Мырзалиев жаңа ғасырға жаңа ән деген шыққанда осы ән бірінші орын алды. Мынаның Серік айтып жатыр да, Тұрғынбеков отырған. Мен композитор сыртта жүргем. Серік, мынау сөзіндегі масқара ғой. Әсіресе мына үш шумақ қайырмасы деген масқара ғой, Серік күліп жіберіпті. Аға, үш шумағын үшеуінде Қоразбаев жазған депті. Міне,
Мысалы, Әбдірахман Алсыбектің Ақмоншақтару. Моншақ таққан тамағың әдемі екен қарағым. Аман есен жүре бер өзіміз деп табамын. Қазақ сөз ғой енді. Ең соңында айтады. Қайырмасы 3-4 шумақ. Лүпіл қағып жүрегім, тек жақсылық тілегім. Сол моншақтың орнына оралсайшы білегім. Одан не керек? Шешімі қандай оралсайшы білегім. Мысалы, Қара кемпірдің 9 шумақ айтылды. Мен өзім 9 шумағын айттым. Соның 7-8 шумақ өзімдікі барлығы. Солай ма? Иә, ал енді тарихи өзім ауылынан шыққан Қали әжеге арналған ғой. 7-8 шумағы мен өзім Тәкен деген бір досым бар. Ол енді өзі ақын, өзі жаңағы журналист керемет жігіт. Екеуміз отырып жазғанбыз. Бірақ идеяның бәрі өзімдікі. Ал бұл кейін 70 шумақ болды. Бірақ оны жазған Жақсылық Сәтібек. Басқа жаңағы 70 шумағын жазып, бұны поэма қылды. Қанша деген мен? Сырғалым 80% өзімдікі. Сырғалым сырғаңының сыңғыры сыңғырлап, ұйқымнан оятты мың бұртсын сияқты дейді. Бұл қайырмасы өзімдікі. Алтынбек көке, жалпы енді біз бәріміз пендеміз ғой. Осы мәтіндердің 50-де 50% болып, ол сіздің еншіңізде болып тұрса, ол біреудің атынан айтылып жатқанда қызғаныш деген дүние, көрілмаушылық деген дүние жоқ па сізде? Мен керісінше қуанам. Мен ана ақынға айтам айналайсын ойлап қалма, мына 70% дайын. Мына жөндеп бересің. Ой, алтек өзің атыңан жаза беріңш, қойшы дейді кейбіреулер. Талай айтты адамдар. Иран ғайып мысалы. Қойшы өзің атыңан кете бер. Жоқ, сенің атынан болады деген әңгімелер көп болды. Ақының бәрін солай, мен өзім көмектесем, барлық рибасын бас жағындағы әннің бәрін өзім дайындап әкеп беремін, олар жөндейді. Ал тегі мен мынандай, мынау битсек айтады, бәрі менімен ақылдасады. Мен соның атынан кетеді. Ал Мұқағали бабамның, атамның енді ол ақын оның бір 5-ақ ән жаздым. 5-еуін. Енді ол жерге қосылмаймын ғой ештеген. Өйткені Мұқағали есі Мұқағали. Мұқағали аты Мұқағали. Мұқағали дайын әнін алып 5 ән жаздым. Енді жаңағы 3-4 әнін өзінде көріп естіп жүрсің ғой. Қазақтың сайын даласында, тау тасында, жайлауында, ойғырында, шыңында, сай саласында жүрген Алтынбек Қоразбаев алматылық боп қайтадан Алматыдағы үйіне оралғанда дастарханда қандай дәм тұрады? Біз үйде мен қазақ үйде мен дүкеннен етті ай алмаймын, еш уақыт алмаймын. Мен сол жайлаудың еті, қолдың еті жылына Құдайға шүкір 1 жылқы 2 жылқы сойылады үйде. Өйткені бала шағам мол. Енді сиыр малында, қой малында тек қана қолға пышаққа ілініп, кәдімгі адал малды үйге өзім жеткізіп тұрам. Мен қазір балаларыма айтамын, айналайын, мен барда пайдаланып қалыңдар, кейін сендер дүкен оралап ет аласыңдар. Соған әбді үйренгенмін, сен бағана осы бір азамат айтты, сіздің кіші қызыңыз мен жақсы танимын, ол содия, сот. Сол үйге келеді ғой. Мама, ет тазылып қалды дейді. Мен айтамын, қарағым ет біз үйден аласың ба? Әше, әті едім. Қалай енді қаяқтан аламын мен? Енді сөйтіп үйден шкафты ашып, шеше сап береді, алып кетеді. Оғанда тобы. Солаға келіп жатқан бағландар мен жылқылар болсын, оның барлығын сізге сыйға бере ме, жоқ өз ақшаңызға сатып? Жоқ, мен өз ақшам аламын. Мен тегін ешкімнен ештеңе алмаймын. Мысалы, осы жерде мен Еркін деген досым бар. Еркін деген досым, осы мына осы жерде бір әдемі сай бар, бір соның арқасында бір ақ мөлдір бұлағы бар. Сол жерде қазір бір 500-600 жылқы, бір 1000-нан астам жылқы қойы бар, бәрі бар. Соған осыдан 10 жыл бұрын 8 сиыр сатып әкеп бердім. 8 сиыр кәдімгі. Орта жаста 3 жас, 4 жасар. Әкеп бердім дағы, айттым, Ереке, мынау жылда туып тұрамын, не деймін, 6 жылда тумайды. 8 сиырың деді, сіз деміңіз, қара деміңіз біткенше 8 сиырыңыз саны тұрады деді. Жылына 2 сиыр жеп тұрасыз деді. Ол не қылам мен? Ол бұзауын өсірді, ол қала берсін. Жердің Құдайдың шөбін жеп жатыр. Әлі 8 сиырым бар. 10 жыл болды. Жылына біреу, екеу жоқ қоямын, 8 сиырым бар. Өйткені мен сыйлайды олар. Аға, ел жалпы көптеген атақты адамдар өзінің байлығын, дәулетін жасырады. Сізде жасырған дәулет бар ма? Мен жасырған дәулеттігім жоқ. Менің жаңғыз маңдайымда ол енді бизнеске енді жатама жатпай бір мектебім бар. Кәдімгі өнерге аралас. Қазір өзімнің алтын домбырада мектебімді аштым. Енді осы жерде мінекей енді бала шағам, немерелерім нәпсі сүйерден боламын деп отырмын. Бұрын менде бизнес болмаған ешқандай. Ешқандай бизнес болмаған. Аға, менің бизнесі менің авторитетім. Бәрекелді, сөз тапқанға қолқа жоқ. Біздің осы бағдарламамыздың түсуіне, осы Қазақ концерт бірлестігі тамаша бір жоба түсіріп жатқанда, осыған демеуші болған, біздің жас та болса қазір өзіміздің ұлттық сусын дейміз, не болмаса отандық өнімді өндіріп жатқан жас, жақсы кәсіпкер бауырларыңыз бар, інілеріңіз бар, балаларыңыз бар. Сондықтан да біздің ортамызда тұрған мына саумал деп жазылыпты, көке.
Бұл капсуладағы сублимацияланған биенің сүті. Білем. Бұны білесіз ба? Маған бердің ғой былтыр сен. Иә. Былтыр маған екеуміз бір съемкада болып сол жерде бергенсің, оны үйде іштік кәдімгі. Осы саумалды ішсеңіз, Іштім. осы саумал жайында айтып бере аласыз ба? Бұның Саумал деген сөз не? Осыны айтайын, міне, барлық қазақ айтатын. Биенің жаңадан сауылған сүтін сүт дейді. Ал мынау сен саумал деп отқаның. Бұл 50-де 50. 50 ашытқы бар ішінде, 50 ішінде сүт бар. Ашымаған қымызды саумал дейді. Ал ашыған биенің сүтін қымыз дейді. Соны қазақтар ішін шатыстырады. Мына қырғыз халқы өте жақсы біледі. Саумал десең қырғыздар намыстырады. Бұл саумал еді, бұл бәйке сүт дейді. Бұл сүт. Сіз қазір анау биенің сауып бүйтіп ішеміз ғой таңертең. Соны қазақтар саумал дейді. Ол сүт. Ал мынауың саумал шығар, ішінде мүмкін ашытқы бар шығар. 50-де 50 ол саумал. Ал 100% ашытқы бір жаңағы 8-10 сағат тұрғанда қымыз дейді. Міне осылай. Бұны сіз ішіп көрдіңіз, сізге бір әсер болды ма? Енді әсер болған шығар енді, мен енді оны есіме шығып қалды. Жоқ, ешқандай. Жоқ, құнттаған жоқ. Мен сен маған бергенсің. Олай болса, жалпы осы саумал, қымыз сусындарына келсек, жаңа үйде дастарханда ұлттық ас, етіміз бар, майымыз бар. Мен ірімшіксіз, сармайсыз, оның көйін чайды сүтпен ішем, кейін кезде. Дастархан үшінде ірімшік, құртмай міндетті түрде тұру керек. Міндетті түрде. Ал қымыз шұбатшы? Қымыз шұбат енді сезон уақытсын еді. Қыстың күн болмайды. Енді күнде болады деп айта алмаймын. Сезон кезінде мысалы мен ана дүкеннен барып немесе ана базардан қымыз еш уақыт алып ішпеймін. Міне жайлаудан келсе ішем. Бәйбішемді ішеді, бала шағамды ішеді. Көке, осылай отырғанымыз қазақ деген ұлы елге Аллах тағаланың берген үлкен жақсылығы біріншіден. Екіншіден қазір еңсеміз биік, тәуелсіз еліміз Қазақстан Республикасы. Бүгінгі осы бағдарлама арқылы bizim отандастарымызды Қазақстан Республикасының 30 жылдығымен, тіпті жақсы жаңалық Алматы облысының 20 жылдық мерейтойы екен. Осы екі қос бірдей мерекемен біздің отандастарымызды, ел жұртты жақсылап отырып, ақбатаңызды беріп, құттықтап қойсаңыз тіптен тамаша болатын еді. Егеменді еліміз 30 жыл деген бұл аз емес. Жігіттің нағыз кәдімгі тепсе темір үзеді жігіттің жасы. Сол кездегі туған балалар қазір 30-ға жетті мінекей. Ал енді Алматы облысы енді барлық облысымен бірдей көрем. Мен барлық жердің енді Қоразбай шығармын. Деп айтайын, алдыменен сол елімізді құттықтайық, еліміз жеріміз аман болсын. Мінекей 30 жыл емес, 50, 60, 100 ары қарай қазақ елге мәңгілік ел болып қалыптассын. Алматы облысы енді ол жерде мен өз маңдай төккем. Сүйінбай атындағы филармонияны соны 98-2003 жылдар 5 жыл ең қиын заманда зарплат жоқ, анау жоқ, мынау жоқ заманда 5 жыл басқарған. Соның директор болғам. Өзіңде білесің ғой. Сол айтқандай Алматы облысы біздің сүйікті облысымыз, нағыз гүл жайнаған Жетісудың өңірі мінекей. Алматы облысында бүткіл азаматтарын, жерлестеріміз құттықтаймыз. Еліміз аман болсын, қазағымыз мәңгілік болсын. Науми, басқа не айтам? Ай, бәрекелді, аумен айтқаныңыз келсін. Алтын көке, бүгін осы бір саяхатқа шыққанда, осы бір түсірілімге шыққанда Алтынбек Қоразбаевтан жақсы бір шығарма шығуы мүмкін бе? Жоқ, мен өйтіп жаза алмаймын. Ондай мүмкін емес. Мен бір жыл шығарманы бір жылда біреуін жазуым мүмкін. Мен көп жазамын. Шабыт деген кейбірде кеп қалады. Мысалы жаңа мөлдірді мөлдір бұлағың бір сенің бір ағаң онда ненің ауданның әкімі болатын тізгінде отыр. Қасында мен отырмын, алтында Мейрамбектің қасында екі әнші қыз. Жайлауға қарай кетіп бара жатқанымыз ғой. Бұл енді 2000 жыл тура 2000 жыл шықты ғой. Сол делебем қозып жайлау есіме санап желіде байлаулы тұрған құлындарды көрдім. Тура сол кезде Мұқағали ағамыз сазға тағы оралды, сарала қаз дейді ғой. Сарала қаздар бір етіп ұша қалды. Ана желіге бие байлап, мал деген жай сол кезде желпінің қайырмасы бірден шыққан дұрыс. Қайырмасы сөзі бірден әнде келді. Мейрамбек кеп жатты бош балам, мен ұмытып қалам дедім. Мен көке бол жатты, мөлдірді мөлдір бұлағың, сыбдырда сыбдыр. Мейрамбек соны жатты бол, соны 6 ай 7 айдан кейін ән дүниеге келді. Ана серікке бердім, сөйтіп барып шықты. Мен бүгін ертең барып ән жазамын деп айта алмаймын. Ол бір суткада ән жазған мен білмеймін, қандай екен. Алтын көке, Құдай қуат берсін. Біз сізге еркелеп жүре берейік, ал біздің еркелейтін көкеміз. Бүгін күні бұрыннан бері алтын көкедіңіз, ал енді осы дәуірде сіз Жақұт,
не болмаса бриллиант көкеге ауыстыңыз. Аманшылығыңызды тілеймін. Сіз аман болсаңыз, біз әрқашанда артыңыздан ақырында білесіп жүрейік. Биенің сүтін ішейік, сау малын ішейік, қымызын ішейік. Панорама просто сказка. Это стоит очень дорого, между прочим. Ой, кто это? Я подойду, как хотите. Хорошо. Қанағаттандырылмағандықтарыңыздан. Қанағаттандырылмағандықтарыңыздан. Apple alsana Apple. Çekil. Снимали?